Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте оңай әрі дәмді болып шығатын салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Олай болатын болса, видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге қажетті заттар ол піскен тауық еті және 2 жұмыртқа, қияр, майонез және картофельный пай. Мен дайын түрін сатып алдым. Нағыз болмаса, картоптан фри жасасаңыздар да болады. Ендігі піскен тауық етін ыдысымызға осылай орналастырамыз. Одан кейін майонез жағып шығамыз. Яғни әрбір слойға майонез жағатын боламыз. Одан кейін міне қиярымызды дәл осылай соломкілеп ұзыншақ қылып турап, тауық етінен кейін орналастырамыз оны. Тағы да майонез жағамыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Ендігі кезек жұмыртқада. Жұмыртқаны да дәл солай ұзыншақ етіп турап, қиярдан кейін орналастырамыз. Тағы да майонез жағып, одан кейін картофельный пайды бетіне осылай әдемілеп бетін жауып шығамыз. Несі кереметтей, өте дәмді әрі тойымды салат дайын болды. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.